Ассаламу алейкум. Құрметті жақсылар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадис шәртінде айтты. Бірер тауды орнынан көшіпті деп естісеңіз, яғни дәу бір тау орнынан көшіпті деп естісеңіз, оған сеніңіз дейді. Ал бір кісінің мінезі өзгеріпті деп естісеңіз, оған сенбеңіз дейді. Ол өзінің тума мінезіне қайтар деп айтты. Жақсылар, жасанды болмай, болмысындағы, жаратылысындағы Құдай өзіңе бір жаратқан, өзіңді жаратқан мінезіңменен жүрсең, сол шынайылық екен. Шынайы мінезді Алла да ұнатады, адамдар да ұнатады екен. Көркем мінезге қалай болады сонда деп айтамыз ғой енді. Ал енді мінез өзгермейтін болса, көркем мінезді бол деп айтады. Ол қалай болады деген кезде бұны түсінеміз. Ашуланбау. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам көркем мінездің негізгісіз айтты, ашуланба деді. Яғни көркем мінез күлімдеп жүру, көркем мінез жақсы қарым-қатынас, көркем мінез әдептердің жиынтығы, жақсы әдептердің. Сондықтан көркем мінезді болып жүрсек, күлімдеп жүрсек, жақсы қарым-қатынаста болсақ, біз жақсы адамдардың сондай қатарына қосылады екенбіз. Болмысыңды өзгертем деп бір күні болмаса бір күн ұят болады екен. Бізде айтады ғой, маскың шешіліп қалды деген сөзді естиміз ғой. Маскың шешіліп қалды ғой деп айтамыз. Ол деген сөз сізбен амандасады, танысады, барынша әдем болып көрінеді, жақсы болып көрінеді. Әрдайым сені көрген кезде жақсы сияқты болады. Яғни ол ұнау үшін өзінде жоқ мінезді қалыптастырып келе жатады. Бір күні болмаса бір күні өзіндегі болмысындағы мінезін көрсетіп қойған кезде, бұл сол кезде айтады екенбіз. Ай, сен маскың шешіліп қалды ғой деп айтады екенбіз. Негізінде жақсылар, біліммен өзгерген жақсы екен мінез. Біліммен өзгерсе, ұстанымдар өзгереді екен. Мақтаншақтықты тоқтатады екенсің, тәкаппарлығыңды жеңеді екенсің. Біліммен мінез өзгерсе, қылтың жылтыңның барлығы басылады екен. Біліммен мінез өзгерсе, бұзықтығың басылады екен. Яғни біліммен мінез өзгеру керек екен. Білім бұл әдептілікке келеді. Әдептілік деген өміріңнің ұстанымдарына кіреді екен де, бір күні мінезіңе қалыптасып кетеді екен. Ал тума мінезіміз деген сөз біздің сол жаратылысымыздағы бір мінез бар, ол бір хикметті мінез, оны ешкім сезе алмайды, бірақ барлық адамда бар мінез.